Мына ерлердің 100% мақта қалқам, мына көрдіңіздер ме? Осындай киімдерін міне бір 10 сом деген ақшаға не келеді қалқам, мына көшеден мына модар мелеуді қанша қаласыздар? Bir кеште бір өзіңіз бір ұйықтап жатқанда бір киіп жатсаңыздар қаншалық рахат мына әммуханаға барып бір 3-4 сомға әмму қылғандай рахат болады ғой, міне көрдіңіздер ме? Міне үлкен кішісі бар қалқам, міне осындай бағада. Міне азырақ поштағанның пұлын қосып алып аласыздар ма? Ерлердікі, мынау ерлердікі, әйелдердікі де бар, әйелдердікін бағана шығарып бердім ғой мен. Үлкені бар, кішігі бар. Міне көрдіңіздер ма? Міне тасуын өте көп қалқы, мына сапасына қолыңызға шыталып жылайсыз ма? Нашаррақ бекен, нашар мекен де қамаңыз міне. Көрдіңіздер ма? Керемет айбет ма? Дүкенде үлгірмей жатыр. Мына балалардың гайне қалқам. Мына балалар гайын чоқымнан балаларыңызға алып беріңіз. Мынаны менен алған көп кісілер осын жегел баламның мынандай тамақ жеуі, өнінге мына сабаққа да зауқы соғып, зейіні шоғырланып, не деген керемет деп қайта-қайта көп қаридарлар үнкас берді. Мынадан 75-ке 2 құты. Балаңыздың бойын ғана өсіріп қалмай, мына қанын толықтайды. Ең маңызды мына миын толықтайды ғой балалардың. Зейінін бір жерге әкелемайды ғой, балалар осы гайдың кемшілдігінен назар шашылып, назар бөлініп. Өненгөй мына үлкендердің гай 55-ке 2 құты. Бұным да ерекше қалқын. Бұл гай кемшіл деген сөз жарым-жамын десеңіз болды ғой. Соға мына гайды чұқым жеңіздер. Үлкен кісілер кәртегенде алжы кетті дейміз, алжымайды гай кемшілдіктен. Көп сөйлейді, мазаңызды алады, ұмытжақ болады, ұйықтай алмайды, шаш түседі. Сізге еш қылып бір тыныштық бермейді ғой, кәртейсе де, сол. Ал енді гай толық болса сізге ақыл көрсетеді. Мына балық майы ғой, бұл бір дәрі. Балық майы деген бұл чұңқыр теңіздің бойын түбіндегі осы адам ет көзіңізбен көрмеген нәрсені жеген балықтардың нәрінен жасалған болғаннан кейін бұл өте азықтық нәрсе. Миыңызды, көзіңіз қуаттайды, әрі мынандай ес ұстау қабілетіңізді өрлетеді. Қан басым, қан қоюға. Бұрын ішінде мына шетелдің балық майы ерекше екен, Шетелдікін 85-ке міне нақ шұңқыр теңізден 3 құты да, бұл 85-ке 3 құты. Мынадан 8 есе күшті деп айтады екен мынаны. Бұл деген айтып жатырмын ғой, солар теңіздің чұңқыр түбіндегі балықтар осындай пайдалы екен. Өнінге мына Wishing Su CE беттеріңіз, өжеріп жеріңіз қотыр болып, теріңіз түтіліп, онан кейін өзіңізден бір тер кеселдіктер болып, теріңіз қара, мынаны жесеңіз теріңіз ағарады, пақырады, нұрланады, осындай керемет нәрсе. Өнінге мына менің сіздерге таныстырып жатқан қалқым қан толықтау жауһарымды әйелла болсаңыз ішіңіздер қалқым. Әйелла болсаңыз ішіңіз шаш түскенді тоқтатады, ұйқысыздықты жоқ қылады, лайқауыңыз бірден дәрия болып, бірден тамчы болып, қара болып, қызыл болып, мазаңызды алып жүрме? Мынау бәрін ретке салады. 65-ке 3 құты. Мына көйлегімді сіздерге міне